Что это? Запись. Я потом скину вам ссылку. Так, Ушкунде барка. сырым есеп. Так, 6-шы сыныптікі, сіз 4-ші сынып. Да. Ну, Қараңыз. 5-ші. 5-ші, иә, уже. Туристер 3 күнде барлығы 460 километр жол жүрді дейді. Олардың бірінші күні жүрген жолының, екінші күні жүрген жолына қатынасы 7-ның 5-ке қатынасындай. Ал екінші күні жүрген жолының үшінші күні жүрген жолына қатынасы 3-тің 2-ге қатынасындай. Енді былай дейді. Туристер бірінші күні, екінші күні, үшінші күні қанша километр жол жүрді дейді. Әр күні қанша жол жүргенін табуымыз керек. Ол үшін Маминде сабақ. Міне мынау барлық жол болсын жүретін. Көріп тұрсыз ба? Да. Так, міне турист. Мынау сіз міне. Сейчас. Міне ол бірінші күні жүрді. Осыншама жол жүрді. Көріп отырсыз ба? Так, яғни қараңыз. Бірінші күні жүрген жолының екінші күні жүрген жолына қатынасы 7-ның 5-ке қатынасына. Міне осы жерде түсініп алайық сырым, иә? Бұл нені білдіреді? 7-ның 5-ке қатынасы. Міне мына бірінші күні жүрген жолды біз 7 бірдей бөлікке бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Көріп тұрсыз ба? Бірінші күні жүрген жолды 7 бөлікке бөлеміз. Ал екінші күні осындай бөліктердің ол нешеуін жүреді? 5-е? 5-еуін. 5-еуін. Түсінікті ғой, иә? Міне. То есть у нас 12 получается. Иә. Міне, 7-ның 5-ке қатынасы деген осы. Түсінікті ғой, иә? Да. Міне, бірінші күні 7 бөлік, екінші күні 5 бөлік жүрді. Так. Енді былай дейді. Ал екінші күні жүрген жолының үшінші күні жүрген жолына қатынасы 3-тің 2-ке қатынасындай. Ол не деген сөз? Міне ғой екінші күні жүрген жол. Көріп тұрсыз ба? Да. Біз оны неше бөлікке бөлеміз? 3. 1, 2, 3. Қайрадан 3 бөлікке бөлеміз. Түсінікті? Ол былай сияқты ғой, мен сырым, қара. Міне, допустим, пиццаны аласыз ғой. 4 бөлікке бөлеміз де, мен алам да 3 бөлікті өзіме алам. Түсінікті? А одну кому? Одну вам. Ал сосын сіз аласыз да, өзіңіздің сол бір бөлігіңізді тағы да неше бөлікке бөлесіз? 3. 3 бөлікке бөлесіз де, соның бір бөлігін өзіңізге алып қаласыз да, қалған Рамазан мен Арланға бересіз. Все честно. Түсінікті ме? Міне, сол сияқты. Мына жерде деді біз, міне. Мына екінші жол бізде негізі 5 бөлікке бөліп тұр. Қалай ма? Біз оны алдық та қайрадан неше бөлікке бөлдік? 3 бөлікке. 3 бөлікке бөлдік. О, все, Арланчик зашел. 3 бөлікке бөлдік. Да. Так. Арлан, стойте, я сейчас себе нормальный интернет сделаю. Ой, сырым. Что значит нормально? Все. Давай, не отвлекайся. Енді қара міне. Міне, екінші күні жүрген жолды біз 3 бөлікке бөлдік. Ал үшінші күні осындай міне. Мынандай бір бөліктің нешеуін жүрді? 2, 2. Түсінікті ғой, иә? Я. Міне. Я. Так, Арлан, слышишь меня? Слышу. Да, слышу. Я, міне қара. Вот смотри, Арлан. Туристер үш күнде барлығы 460 километр жол жүрді. Мынаның барлығы 460. Көріп тұрсыңдар ма? Вот. Из-за тебя, Арлан, сейчас мы повтор сделаем. Міне. 460 километр жол жүрді. Олардың бірінші күні жүрген жолының екінші күні жүрген жолына қатынасы 7-5-ке қатынасындай.
Ал екінші күні жүрген жолының үшінші күні жүрген жолына қатынасы 3-тің 2-ке қатынасы. Турист бірінші күн, екінші күні, үшінші күні неше километр жол жүрді? Вот смотрите. Міне бірінші күні жол жүрді. Осы жерге дейін келді. Міне осы жерге дейін келді. Көріп тұрсыздар ма? Иә. Вот, міне бірінші күні жүрген жолы. Міне. Мына жерден мына жерге дейін. Бұл бірінші күні. Понятно? Иә. Вот. Енді қараңдар. Осы бірінші күні жүрген жолды біз аламыз да неше бөлікке бөлеміз? 7 бөлікке бөлеміз. Жетіге. Да, міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ал екінші күні осы бірінші күні жүрген жолдың міне мынандай бір бөлігінің нешеуін жүреді? 5 Бесеу. бесеуін жүреді. Түсінікті ме? Міне 7-нің 5-ке қатынасы деген түсінікті ме енді? Былай дейді. Ал екінші күні жүрген жолының үшінші күні жүрген жолына қатынасы 3-тің 2-ке қатынасындай дейді. Иә? Екінші күні жүрген жолы ол бізде мына жер. Да, мына жер. А Рамазан не сможет? Он не ответил. Значит, не хочет. Так, енді қараңдар, олдар. Мына екінші күні жүрген жолды біз аламызды 3 бірдей бөлікке бөлеміз. Міне ғой. Көріп тұрсыздар ма? Ал үшінші күні соның нешеуін жүреді? 2-уін. Міне. Мынандай бөліктің 2-уін жүреді. Көріп тұрсыңдар ма? Міне. Бұл түсінікті ме? Иә. Так. Енді шығаруымыз керек. Қараңдар. Мына жер міне қараңдар. Мына жер нешеге бөлініп тұр? 3-ке ғой. 1, 2, 3. 3 бөлікке бөлініп тұр. Ал бұл жер нешеге бөлініп тұрды? 5. 5-ке. Вот. Демек біз бүйтеміз, міне қараңдар. Міне. 3-ке де 5-ке де бөлінетін сан. Дұрыс па? Үшке де 5-ке де бөлінетін санды іздейміз. 15. 15. Правильно? Да. Вот. Міне, қараңдар, мына кесінді, мына екінші күні жүрген жол 5 бөлікке де бөлінді. 3 бөлікке де бөлініп тұр. Солай ма? 5-ке де бөлінетін сан ол қанша бізде? 10. 15. Демек, мына қараны көріп тұрсыздар ма? Мына қараны, иә? Бұл қараны біз неше бөлікке бөле аламыз? 15 бөлікке бөлеміз. Түсінікті ғой, иә? Иә. Вот. Міне. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Көріп тұрсыздар ма? Бұл түсінікті ме енді? Иә. Міне, мына екінші күні жүрген жол, ол 5 бөлікке де бөлінеді, 3 бөлікке де бөлінеді. Демек, ол 15 бөлікке де бөлінеді. Ау. У вас плохо слышно стало. Ага. Қазір қалай естіледі? Нет, у вас как будто хриплый и голос как робот. Это у меня просто голос немножко болит сегодня. Немножко кашляю. Так, все нормально? Так, все, давайте продолжим. Енді қараңдар. А можно сфоткать? Видео записывается, я вам отправлю уже. Все?
Ага. Арлан, видео записывается, я вам потом скину ссылку, хорошо? Окей. Хорошо. Так, енді қараңдар. 21. Енді міне қараңдар, бүйтеміз. 3, үстінде қараңдар. 3 міне, иә? Мында 7. Көріп тұрсыздар ма? Мгм. 3-ке де 7-ге де бөлінетін сан. Ол қанша бізде? 21. 21. Демек, мына жер міне, мына бірінші күні жүрген жол неше бөлікке бөлінеді? 20? 21. 21-ге. 21-ге. Енді 5-ке де 2-ке де бөлінетін сан. 10. 10. Демек, мына жер неше бөлікке бөлінеді? 10-ға. 10-ға бөлінеді. Көріп тұрсыңдар ма? Мгм. Иә. Мына жер 10 бөлікке бөлінеді. Енді То есть- қараңдар, 15 бөлік, 10 бөлік, 21 бөлік. Ал барлығы қанша бізде? Есептің шарты бойынша Бізде, сейчас скажу, 46. 460. 460, иә? Мгм. А, ой, 460. Иә. Міне қараңдар. И оны Мына қиылысатын қатынастың орнына біз жаңа қатынас құрастырдық. Көріп тұрсыңдар ма? Мына жерде 21, 15, 10. Демек, барлығы 460. Теперь енді догадайтесь. 460-ты нешеге бөлуіміз керек? 460-ды 46-ға. 46 қайдан шықты? 21 қосу 15 қосу 10. Дұрыс. Кто это ответил? Сырым. Молодец, сырым. Қанша болады? 10. 10 деген нені білдіреді? 10 деген нені білдіреді? Бір күнгі неше километр жүреді? Жүрген. Жоқ, мына жерде, мына суретке қарағанда нақты. 10. 10 деген нені білдіреді? 10 деген Мына міне. үшінші күні не? Жоқ, міне, көрдіңдер ме? А, Анимация. ол осындай бір нәрсе. Бір бөлігін. Иә. Ой. Мынаны қосқанда қанша шықты бізде барлығы? 46 ғой. Сонда мынау 10 деген сол барлық жолды 46 бөлікке бөлсек, соның 46-тан бір бөлігінде неше километр бар деген сөз. Түсінікті ме? Иә, іштен міне. Так, мен мына жерді қызыл түспен алайын, міне, кішкентай кесіндіні. Міне, көріп тұрсыңдар ма? Міне, мынау 46-дан бір бөлігі. Ал сол 46-дан бір бөліктің ұзындығы бізде 10 километр. Түсінікті ме? Иә. Оны мен былай сияқты қараңдар, ұлдар, вот смотрите. Мен пиццаны алам, иә? Пиццаның неше грамм екен өлшеген жоқ. Түсінікті? Вот. Енді мен осы пиццаны алам да 4 бірдей бөлікке бөлем. Түсінікті ме? Понятно. Міне. Енді 4-тен 1 деген ол мынау болады. Қараңдар, мынау үлес бізде 4-тен 1. 4 бөлікке бөлдік, біреуін алдық. Ал енді осы мына 4-тен 1 бізде, мына бір бөлігі бізде 4-тен 1. 200 грамм дейді. Түсінікті ме? Понятно. 200. Сонда барлығы неше грамм болады? Барлық 800. Дұрыс. Барлығы қанша болады? 800. 800. Совершенно верно. Түсінікті ме? Иә. Сол сияқты міне, мынаның 46-тан бір бөлігі, 46-тан бір бөлігі 10 километр. А значит, 46-ны 10-ға көбейтсек 460. Дұрыс па? Да. Міне, мына жерде міне, осындай кішкентай 10-дардан 21 бар. Значит, мынау бірінші күні неше километр жол жүрді, догадайтесь.
210. Дұрыс. Оны қалай таптың? 210. 10 көбейту 21. Совершенно верно, иә? 21 көбейту Екінші 10 күні километр. Екінші күні қанша? 210, анда 150, анда 100. Дұрыс, совершенно верно. 150. Екінші күні 150, ал Үшінші 100 ровно. дұрыс. 10 көбейтілген 10 100 километр. ровно. 100 ровно. Түсінікті ме? Молодцы. Да. Міне жауап. Түсінікті ғой, иә? Я. Молодцы. Так, онда есеп. Мынау 6-шы сыныптер 4 қана бітірдіңіздер. Жақсы. Нормально. Нормально, конечно. Ай, мы один есеп. Уже 25 минут решаем. Ну так это 6-й класс же. Ну да. Мін- И тем более Арлан не в Все, ладно, не отвлекайся. Оқыңдар. этот пришел. Мазмұнын оқып шығыңдар. Ұзындығы 49 метр. 490 метр. Поезд 20 метр секундта жылдамдықпен жүріп келеді. Поезд 8 Поезд телеграф 8 телеграфтан бағаннан тұрсына. дай өтіп болады. Әрбір қатар тұрған екі екі бағанның арасы 50 метр. метр. Міне қараңдар. Баған деген міне мынау столбтар. Көріп тұрсыңдар ма? Да. Тіректер. Арасы неше метр дейді? 50. 8 телеграф бағаны. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ал енді бірінші баған мен ең соңғы бағанның ара қашықтығы неше метр болады? 499. Өй, Ой, 400. жоқ. А? 50-ді 8-ге көбейтпейсің, сырым. 8 баған болса, мынандай көктен неше кесінді болады? Көктен кесінді неше болады? 350. 150. А, 350. Кім айтты 350 деп? Мен. Дұрыс, 350. Мынандай көк кесіндіде неше ғана болады бізде? Жетеу. Жетеу. Міне қараңдар. Ал телеграф өзі 8. Иә. Бағандар міне қараңдар. 3 баған болса, қараңдар міне. Неше кесінді болады бізде? Біреу, Екеу. екі-ақ кесінді болады. Атама сызықша 3. Иә. А мында мысал қараңдар. Біреу, екеу, үшеу, 4 баған болса неше кесінді болады? 3. Үшеу. Иә. Кесіндінің саны бір бірлікке тең болады. Вот. Сонда 50 метр көбейтілген 7-ге болады. 350 метр. Міне, бірінші баған дегеніміз міне мынау. Соңғы баған мынау міне 8-ші. Бірінші мен міне 8-шінің ара қашықтығы сонда неше метр бізде? 150 метр. 350 метр. Так. Енді міне. Енді қараңдар. Поезд келеді міне. Көріп тұрсыңдар ма? Да. А почему 150 больше, чем 490? Так получилось на слайде. Молодец, кстати, что заметили это. Очень много учеников на это не обращает внимания, а это на самом деле правильно, дұрыс. Я 350 кішірек болу керек, 490 ұзынырақ болу керек. Солай ма? Я сразу понял, что-то не то. Хорошо. Міне қараңдар. Поезд келеді. Поездың жылдамдығы қанша бізде? 20 метр секунд. 20 метр секундта. Поезд, міне, бірінші бағанның алдына келеді. Иә? Мынау міне, поезд, мынау вагондары. Ең соңғы бағанға поезд келеді, вагондары міне. Дұрыс па? Бірақ поезд әлі мынау өтіп шыққан жоқ әлі. Түсінікті? Да.
Міне, ең соңғы вагон өткенде, міне бағаннан өткенде ғана пойыз өтіп шықты деп саналады. Түсінікті? Да. Ну, болды. Енді ойланыңдар. Естеріңізге салып берейін. Жылдамдықты табу үшін біз жүрген жолды неменеге бөлеміз? Уақытқа. Уақытқа. Ал 150 бөлу 20. Жоқ, аспан. Ал жолды табу, жүрген жолды табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Ал уақытты табу үшін біз жүрген жолды неменеге бөлеміз? Жылдамдыққа. Мына жерде қандай сұрақтар? Әрбір қатар, Жоқ. Пойыз 8 телеграф. Телеграф бағаның тұсынан қанша уақытта өтіп болады? То есть бізде уақыт сұрап отыр. Уақытты сұрап отыр. Так, ал қалай табасыңдар уақытты? 490 минус 350 бөлу 20. Так, ну, вообще-то не минус, сырым. Да, плюс 350 и бөлу 20. Вот, поезд дұрыс. 350 жүрді. Мына жерде тұрғанда өтіп шықты деп саналмайды, дұрыс па? Ең соңғы вагон қандай ғана өтті деп саналады. Значит, міне қараңдар, 350-ге 490 не істеледі? Ладно. Қосылады. Ал есептеңдер енді. Сосын мен тыңдайын жауаптарыңызды. А это легко. 840. Немене 840? Ну, 840. 420 шығады. 420. 420 секунд па? А, секунд? Иә. Хорошо, қазір көрейік. Ағай 42. А, что немене 420 дейсіңдер? 420 ма, 42 ма? Ой, 42 аға. Ағай. 42. Арман затпел. Жарайды. Міне ғой. Қанша? Неше секундта жүріп өтеді сонда? 42 секунд. Молодцы. Кеттік ары қарай. Мы добирались до школы. А дома А что по пути Оскар половину времени шел со скоростью 3 км в час. Половину времени. Арлан, өткір жүрек. Сұрым орысша дейді. Я помню эти коровы там, свет. Так, міне қараңдар. Міне есеп. Өзен жағындасы екі пункт арасын қайық ағыспен 2 сағат жүрсе, ағысқа қарсы 3 сағат жүреді. Қайықтың меншікті жылдамдығы 8 км. Өзен жағасындағы екі пункт арасы неше километр? Ағыс жылдамдығын табыңдар. Ағыс жылдамдығын табыңдар. Так, міне қараңдар. Ағай, писать обязательно? Жоқ дейм. Тек қаламмен дәптер болсын, қазір есептеп отырасыңдар. И все? Иә, енді бұл видео жазылып жатыр ғой, мен ссылкасын жіберемін, видео тағы бір қарап шығасыңдар. Окей. Так, міне қараңдар. Ағыспен 2 сағат, ағысқа қарсы 3 сағат жүзеді, дұрыс па? Жүзеді. Қайықтың меншікті жылдамдығы 8 км/сағат. Я, кажется, это бы смотрел. Жақсы. Міне. Неше сағат өтеді сонда? 2 сағат. Я помню, мы это проходили в школе. Мүмкін, қараңдар. Сонда 1 сағатта ол жолдың жарысын өтеді. 2-ден 1-ін. Міне жай бөлшек, 2-ден 1-ді. Енді өзенге қарсы жүзеді. Да. Онда неше сағат жүзеді ол?
2. Ой, сағат, 3. үш Үш, үш. сағат. Демек, барлық жол 3 бөлікке бөлінеді. Да. Міне. Бұл өзенге қарсы жүзген жолы, 1 сағаттағысы. Мынау өзен ағысымен 1 сағатта жүзген жолы. Ал мынау өзен ағысымен қарсы 1 сағатта жүзген жолы. Түсінікті? Енді қараңдар. Ол, міне, өзен ағысымен 30 жерге дейін өзінің жылдамдығымен жүзіп келді. Ағыс соны сосын алға ала кетті. Ол жел арттан көмектеседі ғой енді. Түсінікті? Да. Міне. Енді қараңдар. Ол міне өзінің меншікті жылдамдығымен осы жерге дейін жүзіп келді. Міне. Иә? Бірақ ағысқа қарсы жүзгендіктен оны ағыс артқа қалып кетті. Көріп тұрсыздар ма? Да. Міне. Осы 3-тен 1 дегеніміз. Міне мынау 2-ден 1, мынау 3-тен 1. Көріп тұрсыздар ма? Енді ол мынандай аналогия, балалар. Қараңдар. Мына максималды эскалатор бар ғой, жылжымалы баспалдақтар бар ғой? Да. Жоғары көтерілгенде бір баспалдақта жүрсеңіз, екіншісі өзі көтеріліп алып кетеді сізді. Түсінікті? Да. Ал енді сіз мысалға түсіп тұрған эскалатормен жоғары көтерілсеңіз, 2 баспалдақ көтерілсеңіз, біреу астына түсіп отырады. Түсінікті? Да. Сізді артқа тартып тұрған сияқты, сіз жоғары көтеріле алмайсыз. Түсінікті ме? Ай. Ай. Вот. Ау. Знаете, что я заметил? Я, тез. Первый корабль больше, чем второй, второй больше, чем третий. Ей, қайда жоқ? Сырым, басқа бірдеңеге назар аудар. Болды. Енді міне қараңыз. Молодец, что заметил. Солай шығар, иә. Бірақ ол визуалды алдамшы да болуы мүмкін. Это может быть визуальный обман, сырым. Понятно, да? Да. Потому что это один и тот же объект. Когда я делал слайд, я копировал один объект, копировал, ставил точно такой же. Так, это қараңдар. Это, кстати, происходит потому, что монитор экрана мерцает все время. И создается иллюзия, что один меньше другого. Понятно? Понятно. Міне қараңдар. Міне. Демек, сендер былай істейсіңдер. Қараңдар міне. Мына 2-ден 1-ден, міне, мына кесінді. Мына 2-ден 1-ден, иә? 3-тен 1 деген кесіндіні азайтсаңыздар. Міне. Мына 2 бірдей кесінді шығады. Көріп тұрсыңдар ма? Ал бұның біреуі бізде, мынаның біреуі. Мынаның біреуі бізде. Ол бізде ағыс жылдамдығы. Понятно? А я подумал, что это плюс. Жоқ, мынау айттым ғой міне. Мына жерге дейін әкелді, алға алып кетті. Мына жерге дейін келді міне. Ағысқа қарсы жүзгенде. Бірақ оны артқа алып кетті. Түсінікті? Енді қазір дәптерлеріңде мынаны есептейсіңдер. Так. 2-ден 1 ұзынырақ қой, дұрыс па? Да. 2-ден 1-ден 3-тен 1-ді азайтыңыздар. 3-тен 1-ден? Иә, кәне. Жауаптарыңды күтіп тұрмын. Так, сейчас. Бұны өттік біз. 2-ден 1 азайтыңыздар, 3-тен 1-ді. 2-ке де 3-ке де бөлінетін санды іздеңдер. 6. Ортақ бөлімі нешеге тең? Так, 6-дан 1 ай. 6. 6-ны 2-ке бөлгенде қанша? 3. 6-ны 3-ке бөлгенде? 2. 6-дан 1. 6-дан 1. 6-дан 1. 6-дан 1. Дұрыс, молодцы. Демек, мына бір жасылдың ұзындығы нешеге тең бізде? 6-дан 1. 6-дан 1. Иә, 6-дан 1. Бірақ қараңдар міне, 6-дан 1 дегенде ол былай балалар. Өтірік айтамын, бір өтірік емес. Міне, мынаның ұзындығы 6-дан 1 барлығы. Ой. Оны сосын нешеге бөлуіміз керек?
Оны үшке. Ey, жақсылап қара суретке. Екіге. Екіге. Екіге, вот. Давайте 6-тан 1-ді 2-ге бөліңдер. Үш. 6-дан 1 бөлу 2. 2 дегенде 1-ден 2 деп жазам. Бұл қалай болады? Онда 1 2-нің орнына келеді. 2 1-дің орнына келеді. Бөлгіште тұрған жай бөлшектің орнына кері жай бөлшекті аламын. 3-тен 1 ма? Жақсылап қара. Ой, көбейтуге айналады ой. Иә. Алымына көбейтіледі. Бөлі. Міне. Бөліне. 12-ден 1. 12-ден 1. Сонда қараңдар, 12-ден 1 деген ол міне мынаның ұзындығы. Міне біреуінің ұзындығы. Көріп тұрсыңдар ма? Иә. Мына біреуінің ұзындығы. Понятно? Да. Вот. 12-ден 1. Міне мынау 12-ден 1 деген. Түсінікті ғой, иә? Да. Ал мынау онда 12-ден 5. Көріп тұрсыздар ма? Иә. 12-ден 5. Ол міне, мына жер міне. Мына жерден мына жерге дейін 12-ден 5. Ай, можно туалет? Нет, терпи. Қазір бітеді сағат. Ал енді қараңдар. Мынау 12-ден 5 деген ол қайықтың меншікті жылдамдығы балалар. Значит, 12-ден 5 деген ол нешеге тең? 8? 8 километрге. 8 километрге. Мына жерде, мына жерден мына жерге дейін 5 бөлік. Значит, демек 8-ді бөлеміз нешеге? 5-ке. 5-ке. 2, 3, 4, 5. Ал бөліңдер 8-ді 5-ке. Қанша болады? 8 5-ке. Это значит 8-ден 1 бөлу 5-тен 1. Ей, 8-ді 5-ке бөлем. Когда офлайн будет урок, приду, он... Міне 8 бөлу 5. Ой, 8 бөлу 5, да. 5-ті қандай санға көбейткенде 10 шығады? 2. Дұрыс, 2-ге. Ал енді бұны 10-дық бөлшекке айналдырыңдар. Отыр міндеті. Сол жаққа бір орынға ғана жылжиды. 1-0 өйткені. 10-дық бөлшекке айналдырғанда қандай шығады? 10-дық. 1,16. 1,16. 10-6. Естеріңе түсті ме? Иә. 1,16. Мы просто забыли чуть-чуть. Бұл немене бізде сонда 1,16 деген не болады? Ол бізде ағыстың неменесі болады? Жылдамдығы. Міне мынау болады. Түсінікті? Значит, 1,16-ны 8-ге көбейтеміз. Иә. Мынау да 1,16 болады. Немесе 1,16-ны 8-ге емес нешеге көбейтесіңдер? 9-ға. 9-ға. Иә. Кәне, көбейте аламыз ба? Да. Кәне. Сейчас. 1,16 көбейту 9. Alt жерді тең. Alt жерді тең. 4,14.
14 бүтін Ondan 4. Ай, ondan 4 4. бүтін. Ай, разве не 4 бүтін оннан 4? Үй. Kaydağı. Ой, 14. 14. Я этот. Молодец. Міне. 2 сағатта жүреді, демек жарты жол, дұрыс па? Ағай, не разве 9 бүтін оннан 4? Так. Ой, мы здесь. Я 9 сегіз. бүтін Мынау 1 километр қанша бізде? 1 километр. Мынаны, Бір жоқ, кил- мынаны. Бір бөлігі қанша бізде? 1,6 ғой, дұрыс па? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,6-ны 6-ға көбейтеміз. 9-ға емес. Біз мұнда 8-ге 1-ді қосып жібердік, 9 деп тұрмыз ғой. Понятно? 9 bütün ondan 6. 9 9 бүтін оннан 6. 9,6. Ой, иә, ол қалай көбейтілетін? Ба. 1,6-ны нешеге? Мына жерде 5 бөлік, бір бөлік қосылды ғой. 6 6'ga. бөлік. 6-ға, иә? 6 3 ойды, 6 жерде 1 6, ойда 9. Өтір бір орынға ғана жылжиды, болды. 9,6. Ол бізде қайықтың өзен ағыспен жүрген жолы. Түсінікті? Да. Жоқ. Демек қараңыздар міне. Ол 2 сағатта жүзіп өтті ғой. Демек 1 сағатта ол 9,6 жүзеді. 2 сағатта тағы да 9 бүтін қанша жүзеді? 9,6 жүзеді. Дұрыс па? Ба. Значит, 9,6-ны 2-ге көбейте саламыз. Қанша болады ол? 19 бүтін оннан 2. 2. Ал ағыстың жылдамдығы қанша бізде? Ағыстың 1,6. 16. 1,6. Түсінікті ме? Да. Молодцы. Так. Кеттік ары қарай. Келесесі. Шаруашылық. Шаруашылық бірлестігіндегі әрбір 34 бас малдың 14-і сиыр. Жалпы мал